Неге халық кедей? Себебі бұл адамдардың бірлігі, кооперациясы жоқ. Егер де бірлік болса, онда олардың кез келген әлеуметтік қызметі жоспарлы болады. Ол әлеуметтік қызметтің негізінде халықтың әлеуметтік, экономикалық, мәдени мүдделері жатады. Егер де халықтың қоғамдық жоспарлы қызметі болса, міндетті түрде оның нәтижесі сәтті болады. Демек, оның артында халықтың өмір сүруінің жақсаруы мен әл-ауқаты да тұр. Халықтың кедей болуына ең бірінші халықтың өзі кінәлі. Сондықтан бірігетін уақыт келді. Бөлінгенді капитализмдің бөрісі жейді, айырылғанды капитализмдің аюы жейді. Тек қана халық биліктің жалғыз көзі болып табылады. Ал халық деген ол біріккен адамдар. Кімсің сен? Адамсың ба, құлсың ба, жануарсың ба? Адам болсаң, бірігіп халық болып, барлығының ауқатына ұмтылған қоғам болайық. Және өз өмірімізді өз мақсатымыз бойынша құрайық. Халықтық экономикалық инфрақұрылымды жасайық. Себебі экономика бұл шешуші күш, барлық қоғамдық даму мен прогрестің негізі. Ал құл болсаң, жануар болсаң, өмірдің соңына дейін өз қарабасыңды ғана ойлап, бүгінгі күніңді ғана ойлап, бақытсыз күндеріңді көресің. Сондықтан еліміз үшін, болашағымыз үшін бірігейік халқым.